Номер 105-ші есеп. Бұл жерде бізде бөлігі бойынша айтылған, бұл да тура пропорционалға берілген есеп. Ең бірінші екі бөлікке бөліп аламыз. Не үшін? Себебі бір жақта шие туралы айтылған. Шие. Екінші жақта құмшекер туралы айтқан. Енді пропорция құру үшін біз бірінші кестесін жасап аламыз. Шие неше бөлігі болсын деген? 2, ал құмшекер 3 бөлігі болсын деген. Кеттік, бірінші есеп. Жалпы тосап қайнату үшін 8 килограмм шиеге дейді, яғни шиенің астына жазам. 8 килограмм шиеге. Шие деп жазбай қойын, астына жазып қойдым ғой. Шиеге қанша құмшекер керек, яғни белгісіз құмшекер керек. Енді саны жоқ, қанша грамм деп орындайтындай. Сол себепті бізде бөлігін айтып отыр, осы бөлікті жазам. Мұнда 2 бөлігі, мұнда 3 бөлігі. Өткен құмшекер 3 бөлік болсын деді. Енді көбелек әдісімен пропорция құрамын. Мынаған қарама қарсы көбелек әдіс болып жатқанда 2 бөліміне түседі, өйткені бір ұшының мәні жоқ. 2 ұшының мәні барды, алымынды көбейту болады. 8 үшім 24, 24-ті 2-ке бөлсек 12, немесе бұлай қысқартып жерсек болады 4, сонда жауабы 12 килограмм құмшекер керек. Екінші есеп бойынша 9 килограмм құмшекерге дейді. Құмшекерге, шиеге емес, демек бізде шие не болады? Белгісіз болады. X килограмм шиеге 9 килограмм құмшекер керек болды. Енді шиенің асты 2 бөлік, құмшекердің асты 3 бөлік болады. Шиенің астына шиенің мәнін жазамыз, құмшекердің астына құмшекердің мәнін жазамыз. Кеттік, көбелек әдісі бойынша 9-ды 2-ке көбейтемін де 3-ке бөлемін. Мына екеуі қысқарады, мынау 3-ке қысқарады, 3 болады. Сонда 3-ті 2-ке көбейтсем 6 килограмм шие керек екен. Так, келесі 106-шы есеп. Так, 2 гектар жерге қант қызылшасы егіліп, одан 700 өнім алынды дейді. 700 тонна екен, өнім алынды дейді. Демек, бұл жерде жердің өлшемі гектар жер. Жазып алам, пропорция құру үшін кестемді сызып алам. Жер және өнім туралы ақпарат берілген екен. Жер менде 2 гектар әрдайым сақталады, ал өнім 700 тонна. Енді бірінші есеп бойынша 7 гектар жерден, жердің тұсына жазам, 7 гектар жерден қанша тонна? X тонна, Енді бастапқы берілгенді мен әдейі кесте құрып алдым, себебі бұл сақталынады. Осы ақпаратқа қарап біз есеп шығарамыз. 700 тонна. Енді кесте не істеймін? Орындаймын теңдеу құрып. Көбелек әдісі бойынша көбелектің бір ұшы жоқ, ол онда белгілі сан бөліміне түседі. Алымына 7 мен 700-дің көбейтіндісі болады. Енді осының жай ғана мәнін есептеймін. 7-ні көбейтіп 700-ге бөлемін 2-ге, сонда 2450 тонна өнім алады екен. Екінші есеп бойынша неше гектар жерден дейді, белгісіз гектар жерден біз аламыз 280 тонна қант алады екен. Жалпы бізде 2 гектар берілген, ол 700 тонна алған. Енді X тең 2-ні 280-ге 700-ге бөлемін. Точно 280 ба? Сонда алымы 560 болса, бөлімі 700 болады. Мына қысқарса, жетіге бөлге болады, Сонда алымында 8, бөлімінде 10 болады. Сонда 0,8. 0,8 болады.
Жауабы 0,8 гектардан 280 тонна алады екен. Соңғы номер 107-ші есеп. Қарға 3 секундта 45 метр ұшады. Яғни бізде уақыт және жол берілген. 3 секундта 45 метр ұшады. Бірінші есеп бойынша, осы мен бірінші жазып алайын. 45 метр ұшқанда 8 секундта қанша метр ұшады дейді. Пропорция сразу. Сонда 45-ті 8-ге көбейтіп 3-ге бөлемін. 45 пен 3 қысқарады. 1, мынау 15 болады. Демек 15-ті көбейтемін 8-ге, 120 метр ұшады екен. Екінші есеп бойынша, дәл осы 3 секунд 45 метр. 3 секундта 45 метр ұшқанда қанша секундта 75 метр ұшады дейді. Кеттік пропорция. 3-ті 75-ге көбейтемін де 45-ге бөліп жіберемін. Демек, бұл жерде қысқартуға болады. 15-ге қысқартып жіберсек сразу. 75-ті 15-ге бөлгенде 5 болады. Надан 3 болады. Сонда 3 пен 3 қысқарады. Жауабы 5 болады. Сонда 5 секунд. 5 секундта ұшады екен.